Құрметті текеліктер, барлықтарыңызды 9 мамыр ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің Текелі қаласындағы даңқ монументі Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне естелік ретінде орнатылған. Осы жерге келіп, бүгін 8 мамырда осындай тазалық акциясын жасап жатырмыз. Мен осы арқылы Текелі тұрғындарын, әр тұрғынын осы монументке деген бір құрметпен, қошеметпен қарасын деп шақырғым келеді. Тазалықпен, еш уақытта ластамасын. Мынау мраморларды, айналасындағы мәрмәрлардың сындырмасын, темекі тартпасын, арақ ішпесін, қақырып түкірмесін. Бұл деген Текелі қаласындағы ең қасиетті жер деп айтсақ та болады. Себебі мына жерде Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің аттары алтын әріппен жазылған. Сондықтан бұл жерге қошемет, құрмет болу керек. Тазалық ұстайық, тазалық ұстайық. Жаңа темекі тартып, әртүрлі қалдықтарды қалдырмайық айналайын. Жастар келіп мына жерді сындырмасын. Ертең Ұлы Отан соғысының ардагері, жалғыз ғана ардагер қалған Тыщенко Михаил Абрамовичті үйіне барып құттықтаймыз. Ал дүниеден өтіп кеткен 99% ардагерлерімізге осылай құрмет көрсетейік біз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Ұлы жеңістің мерекесі құтты болсын. Рахмет сіздерге.